құрметті бауырлар. Қарыз жоқ адам жоқ әлбетте, бірақ қарызың көбейіп, ісің жүрмей бара жатса, тоқта. Бірінші орында тоқтап, өзіңді есептеңіз. Қалай есептейсіз? Сіз ақша жаратуыңыз қалай болып жатыр? Ақшаны қайдан алып келіп жатсын, және қайда жұмсап жатсын, соған есеп беріңіз. Бірінші нүкте. Екінші нүкте, финанс туралы біліміңізденіңіз. Кітап оқыңыз, түрлі лекциялар, семинарларға қатысуға әрекет жасаңыз. Ол финанс, қаражат сауаттылығы, қаржы сауаттылығы сізді көп нәрседен құтқарады. Білімсіз адам от жейді деген содан. От баспай жатып, ақыры немесе басып қойып қиналсаңыз, сізге кеңесім, бірінші орында қаржы туралы керемет кітаптар бар. Оны интернеттен де жазсаңыз шығады. PDF бөлімдерінде алып алсаңыз, телефоныңыз оны қарай береді. Сізге насихатым, қаржы туралы 10 мықты кітап деп орысша, қазақша жазып шығарып алып, сол кітаптарды оқып бастаңыз. Ол туралы мықты лекциялар ізденіңіз. Бұл сізге ой тастайды, пікір береді, сол кісілердің білімдерінен сізге деген керемет садақаларын қабыл қыласыз. Бір. Және бұның жанында қосымша дүние, осы финанс, қаржы білімінің жанында сіздің керемет үйренетін дүниеңіз дұрыс үнемдеу. Экономика. Дұрыс үнемдеуді үйрену үшін бірінші есеп дұрыс болу керек. Алған есебіңіз, берген есебіңіз. Бәрін қайдан алды, қайда жұмсады, есептемей дұрыс болмайды. Дұрыс үнемдеу дегеніміз әйтеуір үнемдеу емес, өзіңізді қысып тастау емес. Керек менен қажеттілікті, қалау менен нақты керек нәрсені ажыратып алуды үйрену керек. Сол үшін дұрыс үнемдеу туралы кітаптарды насихат беремін. Сонан соң, міне осыдан кейін барып нақты қадам қоясыз. Ең бірінші қадам, әрбір ісіңізді есебін біліңіз. Қарыздарыңызды толық жазып шығыңыз. Барлық қарыздарыңызды жазыңыз. Екінші, сол қарыздардың ең кішкентайынан бастап төлеңіз. Ол сізге жеңілдік қылады. Үшінші, артық жаратуды, ақшаны жаратылатын жерді тоқтатыңыз. Достарыңызбен барып шашликке 10 мың теңгелеп жаратасыз, ал садақаға 200 теңге бересіз деген имамдардың құлағына, сөзіне құлақ салыңыз. Тағы бір дүние айтатын, ақша жарататын кезде, құрметті бауырлар, қалай ақша келіп жатқанында біліңіз. Арам ақша арам жолмен келсе, дәл солай кетеді. Қалай болса солай ақша тапсам болды деу дұрыс емес. Мен дін маманы ретінде сізге кеңесім, құрметті бауырлар, ақшаны барынша адалдан табыңыз және адалдан жұмсаңыз. Оны жасауға болады, және жасаған адамдар бұрын да бар, қазір де бар, бұдан кейін де болады. Бұл ертек әңгіме емес. Сонан соң, осы қарыз мәселесіндегі ең үлкен құнды мәлімет, құнды кеңестердің біріншісі үнемдеуді үйреніңіз. Екіншісі, қарызды қарызбен жаппаңыз. Ол алтын ереже. Қарызды қарызбен жабуға болмайды. Үшінші тағы бір ереже, есеп бәрін шешеді. Есепті жасау керек. Онсыз ешқашан болмайды. Және төртінші нақты ереже, білімсіз еш нәрсе болмайды. Ендеше өзіңіз ізденіңіз және білетін адамнан кеңес іздеңіз. Финансовый группалар бар. Финанстағы үлкен чаттар бар. Сол жерлерге кіріп айтсаңыз, сізбенен барлығы өзінің басынан өткенін бөліседі. Сондықтан, құрметті бауырлар, қарыз алғанда білімсіз қарыз алдыңыз, енді төлегенде сауатты төлеуді үйреніңіз.